Assalamu alaikum, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді әрі тез жасалатын смузи дайындайтын боламыз. Біздің бірінші смузиімізге 3 киви және 1 банан, 1 стакан айран, 1 қасық қант қажет болады. Киви мен бананды турап, блендерімізге саламыз. Салдық блендерімізге, енді біз 1 қасық қант саламыз және айранды құямыз. Бұл өте қышқыл болады, бұл смузи. Егер сіздер тәтті смузи ұнататын болсаңыздар, ендеше 3 немесе 4 қасық қант және айранның орнына сүт құйсаңыздар, өте дәмді, тәтті смузи болады. Енді блендерімізді айналдырамыз. Міне, өте жеңіл, тез жасалатын смузиіміз дайын болды. Енді оны стаканымызға құяйық. Өте дәмді әрі пайдалы смузи дайын болды. Біздің екінші смузиіміз мандаринмен және бананнан жасалады. Бананның қабығын ашып, ұсақтап турап аламыз. Және де қант қосамыз, 1 қасық, 1 стакан сүт құятын боламыз. Барлығын блендердің ыдысына салып, араластырып аламыз. Мандарин мен бананды салдық. Енді 1 қасық қантымызды және сүтімізді құйып, блендермен айналдырамыз. Өте дәмді біздің мандарин смузи дайын болды. Енді оны стаканға құямыз. Өте дәмді әрі пайдалы смузи дайын болды. Үшінші смузи ол жүзім мен алмадан жасалады. Жүзімдердің дәндерін алып тастаймыз және оларды блендерге саламыз. Алманың қабығын ашып салуға да болады. Өте дәмді, қант салудың қажеті жоқ, тәтті смузи шығады. Блендерлейміз. Түсі де, дәмі де өте керемет смузиіміз дайын болды. Енді оны құямыз. Міне біздің бүгінгі өте дәмді әрі тез дайындалатын смузиларымыз дайын болды. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін.